Дәл осындай маковый пирог жасайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Ең алдымен бізге қопсытқыш және ұнымызды қосып, үстінен сары майымызды қосып, крошка дайындайтын боламыз. Дайын крошкамыздың үстінен сахарный пудрамызды қосып, бір араластырып алып, және де үстінен макты қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын қосып араластырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен ары қарай қолмен иледім, және де өте жұмсақ болса аздап ұн қосуға болады. Мінекей дайын қамырымызды холодильникке салып, енді меренгасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ақуызымен қантты салып, аппақ стойка болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей миксерді осылай төңкерген кезде түспейтіндей болуы керек. Және де үстінен крахмалымызды қосып, үстінен астына қарата біркелкі етіп араластырып аламыз. Және де ұсақтап туралған орехты қосып, және үстінен астына қарата біркелкі етіп араластырып дайындап аламыз. Дайын тұрған қамырымызды, тестамызды алып, екіге бөліп алып, астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, біркелкі етіп жайып алатын боламыз. Егерде қамырымыз жабысып жатса, үстінен аздап ұн себелеп жіберуге болады. Мен дәл видеодағыдай жасап аламыз. Біркелкі етіп, дөңгелек етіп қалауыңызша жайып алатын боламыз. Дайын қамырларымыздың үстінен шанышқымен дәл осылай тесіп алатын боламыз. Дайын тестамыздың үстіне екіге бөліп, меренгаларымыз жағып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай біркелкі етіп жасап аламыз. Дайын пирогымызды пешке салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне дәл видеодағыдай қызарып шығуы керек. Енді дайын тұрған меренгаларымызды суытуға жібереміз. Кремін жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге құрғақ ыдысқа творожный сырымызды және де үстінен сахарный пудрамызды қосып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Үстінен сливкамызды қосып, жақсылап крем өз қалпын ұстағанша миксерлеп алатын боламыз. Міне дәл видеодағыдай осылай креміміз өз-өзін ұстап тұруы керек. Енді дайын тұрған пирогтарымыздың үстіне кремімізді қосып, бір тегіс болғанша кремдеп жағып шығатын боламыз. Екінші пирогымызды алып, кремнің үстіне қоятын боламыз. Мінекей біздің меренговый пирогымыз дайын, өте жұмсақ, өте нәзік. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, подписация жасап, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Өте дәмді пирог болып шығады. Ас болсын.